Бүгін әлеуметті Тараздағы Персик есімді иттің өлімі шулатты. Себебі иті оққа ұшқан блогерге Бердібек Сапарбаев басу айтып, шенеуніктерге ұрсып берген. Белсенділер қаңтар қақтығысы кезінде қырылып қалғандар ит құрлы болмады деп облыс әкімін сынға алды. Дауға ұласқан ит өлімі жайында Данияр Әлімқұл толығырақ айтады. Она будет здесь лежать, пока не приедет. Таким области так больше делать нельзя. Если этот вопрос не решится, я завтра соберу людей на митинг. Жамбылдық блогер Жанна Мамашева Персик атты итін өлтіргендерді іздеп облыс әкімдігінің алдына барды. Еңкілдеп жылап етегі жасқа толған белсенді 4 аяқты досын өлтіруге кімнің бұйрық бергенін білмек болды. Ал бүгін 69 жасқа толып жатқан өңір басшысы көп күттірмей-ақ келіп жылаған Жаннаны жұбатумен болды. Тіпті Салпанқұлақтың өлімі Сапарбаевтың ашуына тисе керек. Ол қол астында қызметкерлеріне сендер кінәлісіңдер деп кесіп айтты. Сендер шашыл десе бас аласыңдар ғой. Сендерге ешкім айтқан жоқ қой, бәрін атыңдар, қырыңдар. Сендер әуелі соның бәрін анықтауларың керек еді. Мынаның адамға зияны бар ма, жоқ па? Балдарды ертең қаба ма, қаппай ма? Персиктің өлімі елдің назары мен наразылығына қатар оятты. Қаңтар қақтығысында қаза болғандардың өлімі ескерілмей жатқанда итке қатысты басу айтып бас ауыртты деп Бердібек мырзаны желідегі жұрт сынның астына алды. Өйткені өңір басшысы өзінің орынбасарлары мен қала әкімінің қасына ертіп алған еді. Қожайыны егесін іздемей ескертусіз өлтірді деген Персик сейсенбі күнгі рейд кезінде ұсталған. Ал блогер Жанна Мамашева ит атқыштар Персиктің өлексесін көтеріп бара жатқан көріп қалып шу шығардым дейді. Мына бейне жазбаны ұсынған ол жуас итіме у беріп арнайы қысқыштар қолданды деп санайды. Қазір ол өлексесіне арнайы сараптама жасату үшін итін Алматыға алып барған. Қылмыс негізінде істеген жауыздық ол бос қалмайды. Сараптамадан өткіземін ол иттің денесін және қандай қандай әсер берді, сосын сотқа жүгінемін. Ал ит аулаушылар Персикті қаңғыбас ит деп қабылдадық деп ақталды. Паспорты жоқ, мойында қарғы бауы жоқ, чиптелмеген, қаңғыбас деп санап аулау жұмыстары жүргізілген. Ветеринария басқарма басшысы тараздық тұрғындар көшеде қаңғыбас иттер жүр деп қоңырау шалып хабарласқан соң аулауға барғандарын айтты. Ал блогер мен әкімнің кездесуін кездейсоқ жолда жолығып қалған жағдай деп ақталды. Енді екі тарап Персиктің өліміне қатысты дауды сот залында шешпек. Ал Жамбыл облысында қаңғыбас иттерді атуға бюджеттен 35 миллион теңге бөлінген. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.